Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақботам Срепқызы. Достар, бүгінгі видеода біз картошкадан құймақ жасайтын боламыз. Ендеше бастайық. Достар, біз ең алдымен осылай картошкаларымызды осылай езіп аламыз. Және де оған тұз және де бұрыш қосып араластырамыз. Достар, біз бұған тұз және бұрыш қосып араластырдық. Енді біз қазір осы тұрған екі жұмыртқаны қосып араластырамыз. Міне біріншісін қостым. Енді араластырамыз. Екіншісін қосамыз. Екіншісін қостық. Міне де тағы да жаңа қосып жақсылап араластырамыз. Достар, міне екі жұмыртқамен осы картошкамызды жақсылап араластырып алдық. Және енді не тартып алдым. Достар, осы картошканың орнына банан қосып, және де ешқандай дәмдеушілер қоспай-ақ банан қосылған құймақ жасауға болады. Егер де осы видеоға көп лайк жинасаңыздар, мен келесі видеода банан қосылған құймақ жасаймын. Енді міне достар, біз міне енді осылай газдың үстіне сковородканың яғни табан алып келдік. Енді қазір оған май құямыз. Міне достар, май құйдық. Енді қазір жаңағы дайындаған қоспамызды пісіреміз. Міне достар, біз пісіріп жатырмыз жаңағы дайындаған. Міне пісіп жатыр. Қазір аударып табадан тарелкаға аламыз. Достар, міне мен былай пісіріп жатырмын. Мыналарға мән бермей қойыңыздар, жаңа аударған кезінде ол бөліп қалды мыналар. Міне достар, осылай пісіре береміз. Қалғандарын да солай пісіреміз. Достар, пісіп жатыр. Міне мына жақта да. Қазір бәрін толық пісіргеннен кейін кездесерміз. Қазір пісіп жатыр міне. Қалай, дәмді ме? Міне достар, мен осылай жаңағы жасап жатқан құймамды аяқтадым. Міне барлығын пісіріп болдым. Осыншама болып шықты. Өте дәмді. Сау болыңыздар. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.